Қостанай қаласындағы нөмір 28 мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушылары Сәруарбек Шыңғыс, Есужол Аямали. Бүгінгі ғылыми жобамыздың тақырыбы қауіпсіздік үшін ақылды ұшақты модельдеу. Негізгі мақсаттар ол апат кезіндегі экипаж бен жолаушыларды құтқару. Рейс уақытында ұшақтың қозғалтқыштары істен шыққанда немесе басқа да бір ақаулар кезінде тез адамдарды құтқару болып табылады. Ақылды ұшақ бұл дәстүрлі ұшақтарға қарағанда жоғары деңгейде автоматтандырылған арнайы датчиктері арқылы айналада болып жатқан барлық ақпаратты зерттеп, өз жасанды интеллект арқылы шешім қабылдай алатын ұшақ болып табылады. Ақылды ұшақтың негізгі ерекшеліктері ол адам факторының ықпалын азайтады. Реалды уақытта деректерді жинап талдайды, өздігінен шешім қабылдай алады. Ұшақтың техникалық жағдайын үздіксіз бақылап отырады және ұшақ пен жердегі басқару орталығы арасында нақты байланысты орнатады. Ақтаудағы Embraer E190 апаты. Мысалға кетсек, осы апаттар кезінде көптеген жолаушылар қайтыс болған. Ол кезде аспанда ұшақтың бір техникалық ақау кезінде оның немесе қозғалтқыштары немесе басқа бір техникасы бұзылған болған. Модельдеу және тәжірибелік бөлім. Алынбалы парашютті кабина концепциясы. Ұшақ апат кезінде жолаушылардың өмірін аман алып қалу үшін арнайы жолаушылардың кабинасы ұшақтан бөлініп, арнайы парашюттар арқылы жерге қонады. Концепцияның негізгі сипаттамасы. Кабинаның бөлінуі. Ұшақтың фюзеляжынан жолаушылар кабинасы бөлініп, арнайы механизмдер арқылы ажыратылады. Парашют жүйесі. Кабина бөлінгеннен кейін оған бекітілген парашюттар автоматты түрде ашылу, оның баяу әрі қауіпсіз қонуын қамтамасыз етеді. Қону мүмкіндіктері. Кабина жерге немесе су бетіне қона алады. Су бетіне қону кезінде кабина су бетінде қалыпты тұру үшін оның астында арнайы құрылғылар мен жабдықтар орнатылған. Мынау модельде бізде қолданылған құрал-жабдықтар мінекей Arduino'ның өзі, аккумулятор Arduino'ның. Ол Arduino мынау моторчиктің ашылуына қамтамасыз етеді. Ол қосылғанда бір белгілі бір уақыттан кейін ол ашылып, мынау астындағы бөлігі бұлай шешіледі. Осылай. Және де біз сатып алып, дрон сатып алып, оны бөлшектеп осы модельге орналастырған болатынбыз. Қорытынды. Алынбалы парашютті кабина концепциясы ұшақ апаты кезінде жолаушылардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған батыл идея болып табылады. Дегенмен, бұл идея әлі де концепция түрінде ғана қалып отыр. Оны шешу үшін бізге экономикалық және практикалық мәселелерді шешу қажет. Қазіргі уақытта бұл концепция тек қана тәжірибелік деңгейде қалып отыр және кеңінен қолданбаған.